сәлеметсіздер ме? Мен Ақтау қаласы Саламат Мұқашев атындағы номер 16 жалпы білім беретін мектептің химия пәні мұғалімі Мадина Дүйсенбаева. Бүгінгі видео сабақта сіздер олиум есептерін 2 минутта шығарып беретін боласыздар. Яғни ОБТ-да кездесетін олиумның 8 типті есептерін бір ғана формуламен шешу жолын ұсынамын. Ол үшін біздер 3 стаканды қойып алатынымызды барлығымыз білеміз олиум есептерінде. Енді біз олиум есептерінде SO3 яғни күкірт ангидридін темірдің күкірттің 6 валентті оксидін қосу арқылы оның концентрациясын жоғарылататынымызды және де суды қосып оның концентрациясын азайтатынымызды білеміз. Яғни осы дәлелдемеге сүйене отырып, мынадай нақты формуланы ала аламыз. Бізде бірінші зат мөлшерін оның массасына көбейтеміз, екінші зат мөлшерін оның массасына көбейтеміз, және де үшінші зат мөлшерін оның 2 стакандағы нәрселердің массаларының қосындысына көбейтетін боламыз. Егер де бізде SO3 берілетін болса, оның концентрациясы біз міндетті түрде 122,5% деп аламыз. Бұл тұрақты сан. Неге де олай ойланбай бір ғана бірден сол процент қоюға болады ОБТ есептерінде. Екінші, егер біз суды қосатын болсақ, концентрациясын азайтамыз. Ол кезде біз 0% деп алып кетіп, суды жоқ қылып жібере аламыз. Қалғаны, енді бұл жерде ең соңғысы бұл бізде олиум. Масса H2SO4 бұл олиум. Оның концентрациясы бізде 100%-дан да жоғары болып кетеді. Себебі біз олиумның не екенін білеміз. Ол күкірт қышқылында еріген күкірттің ангидриді. Ол ерітіндіде ешқандай су болмайды. Сондықтан да оның концентрациясы 100%-дан аса қаныққан концентрация болып табылады. Оның енді есептерде біз олиум құрамындағы SO3 концентрациясын 1,225 деген тұрақты санға көбейтеміз, және де оған қалған H2SO4-тің концентрациясын қосамыз. Мысалы, бізде олиумның 10% ерітіндісі десе, мысалы, осы 10%-ді біздер 1,225-ге көбейтеміз, одан кейін қалған 90% H2SO4-тің пайызын қосамыз. 2,25% болып кетеді олиумның массалық үлесі. Енді осыны есеп шығару барысында қолданып көрейік. Мысалы, бізде мынадай мысал берілген. 80% олиум алу үшін 20 грамм күкірт ангидридіне қосуға қажетті 70% олиумның массасы. Қайтадан 3 стакан сызып алайық. Қосамыз. Біз нақты білуіміз керек, қай стаканда қайдай зат орналасқанын. 80% олиум бұл бізде SO3 бұл 80%, және H2SO4 қалғаны әрине 20%. Енді оған 20 грамм күкірт ангидридіне оны алу үшін 20 грамм күкірт ангидриді SO3 және де олиум қосамыз қайтадан 70% олиум, 70% SO3 және де 30% H2SO4 қосамыз. Яғни біз проценті аз олиумге SO3 қосақ, оның концентрациясы міндетті түрде жоғарылайды, яғни 70%-80%-ға жоғарылап тұр бұл жерде. Енді бізде олиумның массасы белгісіз, біз соны тауымыз қажет. X грамм, бұны X грамм емес, X2 деп белгілейік, ал 20 грамм бұл бізде X1 болсын. Енді, ал соңғы заттың массасы бізде 20 қосылған X2 грамм. Енді, бізде күкірт қышқылының массалық үлесі 122-де 5 деп алатынымызда жаңада айтып кеттім. 122,5 көбейтілген 20 оның массасына қосамыз, міне M1, одан кейін M2-ның массалық үлесі. Бізде олиум, бұл жерде олиум, яғни олиумның массалық үлесі 100%-дан асып кетеді дедік. 70% көбейтеміз 1,225, қосамыз 30% H2SO4-ті. Сонда 115-те 75% болып кетеді олиумның массалық үлесі. Оны көбейтеміз X2, яғни олиумның массасына. Тең болады. Мына жердегі олиумның массалық үлесін тағы да есептеп аламыз. 80%-ді 1,225 тұрақты санға көбейтеміз, және де 20%-ді қосамыз. 118%-ға артады. Оны көбейтеміз 20 қосылған X2 грамм. Себебі ол жерде 2 стакандағы заттың қосындысына тең массасы. Теңдеуді шығарамыз қарапайым. 122,5-ді 20-ға көбейтеміз. 2450 қосылған 115-те 75 X2. Бұл тең болады. 118-ді 20-ға көбейтсек, 2360 плюс 118 X2. Енді X-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. 2450-ден 2360 азайтамыз, тең болады 118 X2 азайтылған
115 де 75 x2. Мына жерден 90 шығады. Одан кейін 118-ден 115-те 75 азайтсақ, 2-де 25. 2-де 25. 2-де 25 x2 шығады. Енді x2 дегеніміз 90-ды 2-де 25-ке бөлеміз. Сонда 40 грамм. 40 грамм. Бұл олеумның массасы. Қосу керек олеумның массасы. Яғни біз 70% олеумның массасы, сонда 40 грамм қосқанда біздер 80% олеум алады екенбіз. Түсіндіңдер? Енді екінші типіне келетін болсақ, жаңағы судың зат мөлшері біз 0% кететін болсақ, қалай есепті шығаратынымызды анықтайық. Тағы да 3 стаканды сызып аламыз. 3 стаканды сызып аламыз. Бізде 15%-ық күкірт қышқылының 200 грамм ерітінді болғанда H2SO4 және су бар екенін білеміз, біз. Оған 200 грамм екенін массасының және де күкірт қышқылының массасы 15% екенін білеміз. Енді дайындау үшін мына жерде су H2O және де қанша 25% олеум қажет. Мына жерде олеум болса SO3 бұл 25% және де H2SO4. Яғни бізде бұл жерде судың массасы белгісіз, x1 белгісіз, олеумның массасы белгісіз, x2 белгісіз. Бірақ жалпы масса 200 грамм екенін білеміз. Бірақ біздер су болса, бұл жерде еш қиналмастан оның массалық үлесін 0% деп кете береміз. x1 көбейтілген 0% қосылған масса 2, x2 көбейтілген бізде олеумның массалық үлесін қайтадан есептеп аламыз. Яғни 25%-ды, мына жерде 75% қалады. 25%-ды 1,225-ге көбейтеміз, одан кейін 75%-ды қосамыз. Сонда бұл жердегі олеумның массалық үлесі 105-те 625 болады. Кейін бұл жердегі күкірт қышқылының ерітіндісі, оның массалық үлесі өзгерместен солай алынады. Көбейтеміз 200 грамм. Мынау массалық 200 граммға. 0 болған жер, бұл жер жойылып кетеді. 105-те 625 x2 тең болады. 3000, 15-те 200 көбейтсек 3000. Енді осы жерден x табамыз. x2-ні 3000 бөлінген 105-те 625. Сонда 28,4 грамм шығады. Бұл бізде x2-міз олеумның массасы. Бұл масса олеум. x2. Енді x1-ді табатын болса, яғни масса су 200-де жаңағы 28,4-ді азайтамыз. Сол кезде 71-де 6 грамм су шығады. Яғни олеум 28-де 4 және де 171-де 6 грамм су қосатын боламыз. Енді үшінші типіне келетін болсақ, бұл жерде күкірт олеумге күкірт қышқылының ерітіндісін қосады, және де ол кезде қайтадан күкірт қышқылын алады ерітіндісін. Қайтадан 3 стаканды сызып аламыз. 3 стаканды сызып аламыз. Бізге не берген? 50 грамм 40% олеумге мына жерде SO3 және H2SO4. Массасы 50 грамм белгілі, 40% екені белгілі. Ал SO4 60% қалған. Оған 250 грамм күкірт қышқылы ерітіндісін қосады. H2SO4-тің судағы ерітіндісін қосады. 64%. Және де қайтадан алынған нәтижесінде қайтадан күкірт қышқылының ерітіндісін алады. H2SO4 және де H2O. Бұл жерде оның массалық үлесі бізде белгісіз. Енді үшінші заттың массасы бізде масса 1 мен масса 2-ның қосындысы 250-ді қосып, оның массасы 300 грамм екенін өзіміз тауып аламыз. Тағы да теңдеулер жүйесін көреміз. Күкірт бұл жерде олеумның массалық үлесі 100%-дан асатын қайтадан қайталаймын. 40%-ды 1-де 220 көбейтеміз, оған 60% қосамыз. Сонда 40% олеумыз бұл бізде 109% болып кетеді. Оны 50 граммға массасына көбейтеміз. Қосамыз, күкірт қышқылының ерітіндісі болса, дәл сол пайызы алынады.
64% деп оны 250-ге көбейтеміз мұның массасына. Келесі біз массалық үлес 3-ті білмейміз, оны 300-ге көбейтеміз. Қарапайым теңдеулер жүйесін шығарамыз. 109-ды 50-ге көбейтеміз, 5450 шығады. Плюс 64-ті 250-ге көбейтеміз, 16000 шығады. Және де массалық үлес 3 бөлінген 300 солай қалады. 16000-ға 5450-ді қоссақ, 21450 шығады. Және де бұл жерде 363. Енді массалық үлес 3, 2150-ді, 21450-ді 300-ге бөлеміз. Сонда 71,5% шығады. Яғни, осындай олеум мен осындай күкірт қышқылының ерітіндісін араластырған кезде бізде 71,5% күкірт қышқылының ерітіндісі алынады екен. Енді сәл күрделі есепке келетін болсақ, бұл жерде екі заттың да массасы белгісіз болып табылады. Қараңыздар, күкірт қышқылының 80% 300 грамм ерітіндісін әзірлеу үшін 35% күкірт қышқылында ерітілетін күкірт ангидридінің массасы. Яғни бізде тек жалпы ерітіндінің массасы ғана бар. Қайтадан есепке мұқият назар салсаңыздар, бұл да оңай. Бізде 300 грамм ерітінді, бұл тек алынған нәрсе, 300 грамм. Және бұл жерде оның массалық үлесі 80%, күкірт қышқылы ерітіндісі. 35% күкірт қышқылында H2SO4 және де H2O бар. 35%. Бұның массасын біз X1 деп белгілейміз. Күкірт ангидридінің массасы да бізге белгісіз. X2 бізге белгісіз. Енді біз бұны қалай есептейміз? Себебі екі белгісіздік бар. Онда біздер еш ойламастан теңдеулер жүйесін құрамыз. Себебі X1-ге X2-ні қосқанда жалпы масса 300 екенін білеміз. X1 қосылған X2 тең 300. Енді қайтадан мына формулаға салып барлығын орындап қойсақ, күкірт қышқыл массалық үлесі 35%, оны көбейтеміз X1-ге қосамыз. Күкірт ангидридінің массалық үлесі 122,15%, оны X2-ге көбейтеміз. Және де күкірт қышқылының ерітіндісінің массалық үлесі 80%, оны жалпы масса 300-ге көбейтеміз. Енді осы жерден біз X1-ді өрнектеп аламыз. X1 дегеніміз 300 минус X2. X1-дің орнына 300 минус X2-ні қойып, қарапайым теңдеулер жүйесін шығарамыз. Көбейтілген 300 минус X2 плюс 122,15 X2 тең 24,000. 85 өте 24,000. Қайтадан шашаны ашайық. 35 көбейтілген 300, 10,500 минус 35 X2 плюс 122,15 X2 тең 24,000. X-тарды бір жаққа жинайтын болсақ, 122,15-тен 30X азайтқанда, 35X-ті 87-де 5 X2 қалады. Ал 24,000-нан 10,500 азайтамыз. 24,000 азайтылған 10,500, нәтижесінде 13,500 шығады. Осы жерде X2-ні оңай тауып аламыз. Бөлінген 87-де 5. 154 грамм. Бұл X2 бізде масса ангидрид. SO3-нің массасы. Енді X2-ні табатын, X1-ді табатын болсақ, 300-ден азайта қоямыз. 145 грамм күкірт қышқылының ерітіндісі H2SO4-нің